Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздерге өте дәмді әрі жұмсақ бауырдан жасалған шашлыктың жасалу жолымен бөлісемін. Үй жағдайында сізде дәл осы рецептпен жасап көріңіз, өте керемет болып шығады. Алдымен бізге кез келген малдың бауыры қажет болады. Бауырды алып, сыртындағы осындай пленкасын міндетті түрде алып тастау қажет. Себебі қазір ет тартқыштан өткізетін кезде өтпей тұрып қалады. Пленкасын алып болғаннан кейін ет тартқыштан өтетіндей етіп майда бөліктерге бөліп аламыз. Мен бұл жерде жылқының бауырын пайдаланып жатырмын. Осындай қатты өзімізге ұнамайтын жерлерінің барлығын алып тастаймыз. Осымен бауырымыз дайын. Пиязды да ет тартқыштан өтетіндей етіп кішкене ұзын бөліктерге бөліп аламыз. Мен бұл жерде майда көлемдегі 3 пиязды пайдаланып жатырмын. Егер сіздердің пияздарыңыз ірі болса, бір пияз пайдалансаңыздар да болады. Міне бауырдың барлығын ет тартқыштан өткізіп алдым. Бауырдың үстінен туралған пияздарды да бірге қосып өткізіп жібердім. Енді ең соңында осының үстінен күріш қосамыз. Мен күрішті жартылай пісіріп қостым. Күрішіміз піспей қалмас үшін міндетті түрде жартылай пісіріп аламыз. Міне 3 ас қасықты толтырып қосып, дәміне қарай қара бұрыш, зира және тұз қосып, тағы бір салмамызды жақсылап араластырып аламыз. Осы орайда өздеріңізге ұнаған кез келген дәмдеуіштерді қосып араластырып жіберсеңіздер болады. Міне осымен бізде осындай өте қою масса дайын болып шықты. Ішмайға орайтын боламыз. Мінекей менде осындай ішмай болды. Бірнеше бөліктерге бөліп дайындап аламын. Мендегі қойдың ішмайы видеода көріп тұрғандарыңыздай майды өзімізге орауға ыңғайлы болатындай етіп ұзыншалап кесіп аламыз. Ортасына жаңағы дайын тұрған салманы саламыз. Мен 2 ас қасық салдым. Ішіндегі салмасы шығып кетпейтіндей етіп видеодағыдай жақсылап орап аламыз. Орап болғаннан кейін пісу барысында арасы ашылып кетпес үшін тіс шұқитын, яғни осындай зубочистканың көмегімен қыстырып қоямыз. Сол кезде өте әдемі болып, іші ашылып кетпей пісіп шығатын болады. Достар, егер сіз менің каналыма тіркелмей жаңадан қарап отырған көрермен болсаңыз, астыдағы тұрған подписаться батырмасын басып, каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Алдағы уақытта сіздермен көптеген рецепттермен, пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Және менің каналымдағы видео бөліміне өтетін болсаңыз, өздеріңіз қалаған видео рецепттерді ашып қарай аласыз. Мінекей достар, барлығын осылайша майға орап дайындап алдым. Енді пешке салып 40 минуттай пісіріп аламыз. Қатты майлы болып кетті деп ойламаңыздар, себебі пісу барысында майының біраз бөлігі көріп тұрғандарыңызда еріп кеткен. Біз ол майлы бөлігін алмаймыз, тек өзін ғана жейтін боламыз. Қазір сіздерге ортасын бөліп көрсететін боламын. Міне өте жұмсақ әрі дәмді болып шықты. Міне ортасын қарасаңыздар, ешқандай да қатты майлы емес, өте әдемі болып пісіп шықты. Егер сіздерге видео ұнаған болса, каналыма жазылып алуды ұмытпаңыз.